Әріптестер, аудионы бассаңыздар, дауыстарыңызды басып қойсаңыздар. Жұбаныш Шағай, менікі еді ғой, мен тақырыбым. Қосылды ма, Лаура апай, сіздікі? Қосылды. Бастай берейін ба? Бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме? Армысыздар, құрметті әріптестер. Бүгінгі менің тақырыбым Қазақстан тарихы мектепте оқыту әдістемесі тақырыбында авторлық бағдарламамды ұсынғалы отырмын. Енді тақырыпқа байланысты кіріспеге тоқталатын болсақ, жалпы Қазақстан тарихын оқыту ұлттық құндылықтарды сақтаудың негізгі жолы. Оқушылардың тарихи танымын қалыптастыруда әдістемелік тәсілдердің маңызы саналады. Сонымен қосымша жаңа білім беру стандарттарына сәйкестендіру қажеттілігі қазіргі цифрлық технологияларды пайдалану арқылы оқыту тиімділігін арттыру саналады. Енді бүгінгі менің авторлық бағдарламамның жалпы мақсаты Қазақстан тарихын оқытудың теориялық және әдістемелік қарастыру. Ал оның ішіндегі негізгі бағыттары тарихи білім беру жүйесінің дамуы, Қазақстан тарихының мазмұнын анықтау, әдістемелік тәсілдерді жетілдіру, бағалау жүйесін енгізу болып саналады. Енді бағдарламамның мақсатына тоқталатын болсам, жалпы оқушылардың Қазақстан тарихын терең меңгеруін қамтамасыз ету, ұлттық сана мен тарихи ойлауды дамыту, ғылыми әдістемелік оқыту әдістерін пайдалану, пәнаралық байланыстарды орнату, сонымен қосымша тарихи фактілер талдау және салыстыру қабілетін дамыту саналады. Енді менің бүгінгі авторлық бағдарламамның өзектілігі жалпы тарих пәні бұл ұлттық бірегейлікті қалыптастырудың негізі саналады. Қазақстан тарихын оқыту патриоттық тәрбие берудің басты бағыты болып саналады. Сонымен қосымша білім беру саласында жаңа әдістемелер мен технологиялардың енгізілуі. Ең соңында мен алып тұрмын бағдарлама өзектілігі ретінде тарихи білімді жаңарту қажеттілігі. Енді осы оқытудың жалпы бағдарламаның басты міндеті оқушыларды Қазақстан тарихының маңызы кезеңдерімен таныстыру, оқытуда ғылыми әдістемелік тәсілдерді қолдану, тарих дереккөздермен жұмыс істеуді үйрету, оқушылардың аналитикалық ойлау қабілетін дамыту, тарихты басқа пәндермен байланыстыра оқыту. Қазақстан тарих оқытудың жалпы мемлекеттік негіздері ол біріншіден білім беру заңы, Қазақстан Республикасында тарихи сана қалыптастырудың тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасындағы этникалық мәдени білім беру тұжырымдамасы, Қазақстан тарихын білім мазмұнын жаңарту арқылы жүзеге асыру, мемлекеттік стандарттар мен оқу бағдарламалары білім беру үрдісіне ғылыми негізделген бағыт ұсынады. Сонымен қосымша мемлекет ұлттық тарихты оқытудың қолдау үшін арнайы жобалар мен зерттеулерді жалпы қаржыландырады. Қазақстан тарихын оқытудың жалпы заңдылықтары: тарихи объективтілік, бұл деректерді шынайы және бейтарап талдау. Тарихи кезеңділік, оқиғаларды уақыт ретімен қарастыру, себеп салдарлық байланыстарды анықтау, кешенді оқыту, тарихи факттерді әлеуметтік, мәдени, экономикалық талдау, оқушылардың дағдыларын дамыту саналады. Енді жалпы оқыту әдістеменің кешенді мазмұндамасы бұл бағдарламалар мен оқу жоспарлары, Қазақстан тарихы оқулықтары мен қосымша материалдары, электрондық оқыту құралдары, практикалық және интерактивті тапсырмалар, көрнекі құралдар, карта, тарихи құжаттар, осыларды қарастырамыз. Енді жалпы оқушылар білу керек ақпарат мен 5 кезеңге бөліп қарастырып тұрмын. Бірінші, Қазақстан тарих маңызды оқиғалар мен кезеңдері. Екінші, тарихи тұлғалардың қоғамдық қызметі. Үшінші, тарихи деректер талдау және бағалау дағдылары. Төртінші, көзқарас бойынша тарихи процестердің себеп салдарларын анықтау. Бесінші, Қазақстанның әлемдік тарихтағы орнын талдау саналады. Қазақстан тарихының құрылымы жалпы біз ежелгі Қазақстан тарихы, орта ғасырлар Қазақстан тарихы, Қазақ хандығының дәуірі, кеңес дәуірінде Қазақстан, тәуелсіз Қазақстан тарихы деп қарастыратын болармын. Енді жалпы осы тақырыпқа байланысты оқытудың әдістері дәріс түсіндірме арқылы дебаттар, пікірталастар, кейстік зерттеулер, ойын технологиялары, жобалық жұмыстар саналады. Енді жалпы қорыта айтқанда, Қазақстан тарихын оқыту елдің өткенін терең түсініп, ұлттық сананы қалыптастырудың негізі. Ол тек қана деректерді меңгеру ғана емес, тарихи ойлау жүйесін дамытуға,
патриотизмді нығайтуға және қоғам алдындағы жауапкершілікті арттыруға бағытталады. Сонымен қосымша заманауи әдістемелерді енгізу білім беру саласын жоғары деңгейде көтеріп, тарихты жаттанды емес, өмірмен тығыз байланысты танымдық тәжірибеге айналдыру саналады. Сонымен қосымша тарихты терең түсіну жеке тұлғаның қалыптасуына ықпал ететін маңызды фактор ретінде қарастырамын. Бүгінгі менің авторлық бағдарламамды осындай тақырыппен өзекті мәселелермен ұсынып отырмын. Рахмет зейін қойып тыңдағандарыңызға. Жұбаныш. Дариға апай, Шыға берейін бұнда апай. Әсем шыға берші, дайын. Дариға апайдікі бар ғой. Жоқ, Әсемдікін шығарып қойдың ғой. Жоқ, Дариға апайдікін шығарын. Жоқ. Кәз. Енді шықты ма Дариға апай? Рахмет. Қайырлы күн, әріптестер. Мен Жолдыбаева Дариға Еділбаевна, Сүйінбай атындағы нөмір 143 мектеп лицейдің химия пәнінің мұғалімі. Бүгін сіздерге жаңартылған білім беру жағдайында химия пәні бойынша стихиометриялық есептеулерді шығару дағдыларын қалыптастыру атты авторлық бағдарламамды ұсынғалы отырмын. Келесі. Оқу әдістемелік кешеннің мақсаты мектеп курсында жаңартылған бағдарламаға сәйкес стихиометриялық есептеулердің оқыту әдістемесін жасақтау. Оқу әдістемелік кешеннің негізгі міндеті ғылыми зерттеу мәселесі бойынша ғылыми педагогикалық оқу әдістемелік әдебиеттерге жалпы білім беретін мектеп бағдарламалары мен оқулық оқу құралдары, есеп жинақтарына ақпараттық ізденіс және талдау жүргізу. Теориялық талдау нәтижелері бойынша жаңартылған бағдарламаға сәйкес стихиометриялық есептеулердің мазмұнын ғылыми тұрғыдан қарастыру, дидактикалық принциптерге сүйене отырып, оқу мазмұнын құрастырып, оқыту әдістерін, әдістемесін, дидактикалық материалдарын жасақтап ұсыну. Келесі. Оқу әдістемелік кешеннің тақырыбының өзектілігі мұғалімдерге пәнді оқыту әдісін тез арада қайта қарап, материалды беру қағидаты бойынша сабақты оқытудың біріншілік техникасынан бас тарту, сондай-ақ оқушы материалды игерді ме жоқ па деген екінші реттік мәселені шешуді көздеді. Жаңартылған білім беру мазмұны оқушының білімді, өз бетінше игеру қабілеті, бұл жоғары ынталы болуды білдіреді. Жаңа жағдайда білім беру жүйесі сапалы және өмір бойы үздіксіз болуын талап етеді. Сондықтан қазақстандық білім беру жүйесі бағдарламаларын оқытудың заманауи әдістері мен бағдарламаларын меңгеру, оқыту деңгейін арттыру, қажетті білім дағдылары оқыту, қоғамдық сананы жаңарту, функционалдық сауаттылықты дамыту, үштілділік, сыни тұрғыдан ойлау және тағы басқаны көздеді. Келесі. Бағдарламаның өзектілігі химия сабақтарында стихиометриялық есептеулерді шығару дағдылары, пәнге деген қызығушылықты арттыруға қол жеткізу жолдары, пәннің бағдарламалық мазмұны оқушыларды дамыған елдермен теңестіру, ақпараттық қоғамда өмір сүре білуге жан-жақты дайындап, олардың өзіндік танымдық мүмкіндіктерін қалыптастыруға септігін тигізеді. Химия сабағында стихиометриялық есептеулерді шешуге үйрете отырып, жаңартылған білім беру аясында проблемалық оқытудың маңызын ашып көрсету әрі тиімділігін зерттеу. Білім беру саласында жаңа әдістер мен технологиялардың енгізілуі. Келесі. Бағдарламаның міндеттері ғылыми зерттеу мәселесі бойынша ғылыми педагогикалық оқу әдістемелік әдебиеттерге жалпы білім беретін мектеп бағдарламалары мен оқулық оқу құралдары, есеп жинақтарын ақпаратты ізденіспен және талдау жүргізу. Теориялық талдау нәтижелері бойынша жаңартылған бағдарламаға сәйкес стихиометриялық есептеулердің мазмұнын ғылыми тұрғыдан қарастыру, дидактикалық принциптерге сүйене отырып, оқу мазмұнын құрастырып, оқу әдістемесін, дидактикалық материалдарын жасақтап ұсыну. Келесі. Мектеп химия курсының мазмұны мен құрылысы.
білім алушылар бұл бөлімнен қосылыстың формуласы бойынша химиялық элементтің массалық үлесі, ерітіндідегі заттың массалық үлесі, заттың саны, заттардың саны бойынша көлемі және массасы, Авогадро заңы туралы, эквиваленттер заңы, еселік қатынас заңы, құрам тұрақтылық заңы туралы білім алады. Сабақтан тыс жұмыстарда, 1-4 бөлімде сабақтан тыс жұмыстарда стихиометриялық есептерді пайдалану арқылы, яғни ол жерде үйірме жоспары жасалған, және де ең маңызды ол жерде оқушылардың жаңартылған білім беру жағдайында химия пәнінше стихиометриялық есептеулерді шығару дағдыларын қалыптастырады. Келесі, яғни тақырып бойынша бұл жерде 9-7 сыныптардың тақырыптары араласа алынған. Мысал ретінде келесі неге көшіңізші, Жұбаныш ағай, слайдқа. Мысалы 6-шы тұрған қосылыстың салыстырмалы молекулалық массасы арқылы массалық қатынас есептеу, яғни дәстүрлі болып келеді. Түсіндірмелі, иллюстративті сұрақ жауап және деңгейлік тапсырмалар жұмбақ ретінде соңында оны бекіту бөліммен, яғни аяқтаймыз. Ары қарай стихиометриялық есептерге байланысты қолданылған тапсырмалардың үлесі, яғни сұрақтар мен ақпараттарды есептер, кроссворд, химиялық диктант, жұмбақ, ауызша сұрақ жауап арқылы оқушыларға жеткізу, оқушылардың есте сақтау, ізденімпаздық, шығармашылық қабілеттерін арттыруға көмектеседі. Қорыта келгенде, оқушылардың пәнге деген терең қызығушылығын, жалпы белсенділігін, дербестігін, жеке ынтасы мен шығармашылығын дамытуға жағдай жасау және бағыттануға, жаңалыққа тереңдірек және толық білуге деген ұмтылысын күшейтуге стихиометриялық есептеулерді шығару дағдыларын оқыту арқылы қол жеткізуге болады. Эксперимент барысында ойлаған болжамдар орындалады. Жаңартылған білім беру жағдайында химия пәні бойынша стихиометриялық есептеулерді шығару дағдыларын қалыптастыру жағдайында жасалған әдістеме тиімді екені дәлелденді. Жалпы осы әдістемені басқа да орта мектеп ұстаздарына қолдануға болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Әсем апай, сіздікі көрінді ма? Жоқ. Дариға апайың слайд тұр. Қазір. Көрінді ма? Сәлеметсіздер ме? Иә, көрінді, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Құрметті мұғалімдер, мен номер 143 Сүйінбай атындағы мектеп-лицейдің биология пән мұғалімі Жүнісова Әсем. Сіздерге бүгінгі ұсынғалы отырған бағдарламам экологиялық этика атты элективті курс 8-ші мақсаты. Жұбаныш, келесі оқушыларға экологиялық этиканың негіздерін түсіндіру, табиғатпен қарым-қатынастың маңыздылығын ұғындыру, экологиялық жауапкершілікті қалыптастыру болып табылады. Ал міндеттеріне келетін болсақ, экологиялық этиканың негізгі концепцияларын анықтау, оқушылардың бойына экологиялық этика туралы түсінік қалыптастыру, адам мен табиғат арасындағы байланысты түсіндіру, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану дағдыларын дамыту, экологиялық проблемаларды шешуге бағытталған практикалық іс-әрекеттерге ынталандыру болып табылады. Бұл тақырыпты өзекті деп ойлап, жалпы экологиялық дағдарыстар мен климаттық өзгерістер антропогендік фактордың салдары қазіргі қоғамдағы өзекті мәселеге айналды. Осы орайда оқушылардың бойына экологиялық сананы қалыптастыруда өзекті болып отыр. Оқушылардың экологиялық сауаттылығын және жауапкершілігін арттыру қазіргі білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі болуда. Енді бұл бағдарламаны жүзеге асыру үшін негізінен 4 бөлімнен тұрады. Яғни экологиялық этика негіздері, экологиялық проблемалар, экологиялық жауапкершілік және іс-әрекет, табиғи ресурстар және олардың құндылығы.
Жалпы енді бұл бағдарламаны іске асыру үшін біз оқыту әдістерін қолданамыз, практикалық жұмыстар, тәжірибелік жұмыстар, экологиялық жобалар ұйымдастырылған, экскурсиялар және экологиялық квест, дебат осы бағдарлама тақырыптарында қамтылған. Жалпы бұл бағдарлама экологиялық этиканың теориялық және практикалық аспектісін қамтиды. Енді күтілетін нәтижеге келетін болсақ, осы бағдарлама меңгерілгеннен кейін оқушылардың бойында экологиялық этика туралы түсінік қалыптасады, экологиялық дағдыларды қалыптастырып, табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, қоршаған ортаға зиян келтірмеу жолдарын түсінеді. Оқушылар экологиялық жобалар мен зерттеулер арқылы экосистемалардың тұрақтылығын қамтамасыз ету жолдарын іздейді және тиімді шешімдер ұсынады. Жалпы оқушылардың бойында экологиялық мәдениет пен сананы қалыптастырып, оқушылар өз пікірлерін тұжырымдап, оларды қорғай алады. Қорытындылай келе айтатын болсақ, экологиялық этика бағдарламасы бұл табиғат пен адамның үйлесімді өзара әрекеттесуін қамтамасыз етуге бағытталған. Яғни ол экологиялық мәселелерді шешуде этикалық принциптерді қарастырады. Бағдарлама арқылы экологиялық сананы қалыптастыру, қоршаған ортаны қорғауға бағытталған шешімдер қабылдауға көмектеседі. Сонымен қатар, болашақ буындардың қажеттілігін ескере отырып, табиғатты сақтау міндетін насихаттайды. Экологиялық этика бұл адамзаттың табиғат пен теңгерімді қарым-қатынасын құрудың маңызды құралы. Жалпы осы экологиялық этика бағдарламасы арқылы оқушылардың бойында экологияны сақтауға, табиғатты күтуге деген жауапкершілік қалыптасады деп ойлаймын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Тағы да бүгінгі менің авторлық бағдарламамның тақырыбы ол 10-шы сынып оқушыларына арналған күрделілігі жоғары физикалық есептерді шығару бойынша элективті курс бағдарламасын дайындадым. Осы мектептің физика пәнінің мұғалімі Қапсалова Шолпан Жеңісқызы боламын. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың логикалық, танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, физикалық есептерді шығару дағдыларын қалыптастыру және іскерліктерін жетілдіру. Жалпы бұл бағдарлама 10-шы сыныпқа арналған, 34 сағаттан құралған, әр аптасына 1 сағаттан. Жалпы бұл оқушылар ой өрісті қалыптастырудағы практикалық және қиындығы жоғары есептерді шеше отырып, физиканың рөлін түсіне алады. Курс жалпы жаратылыстану математика бағытындағы сыныптардың бағдарлы оқытуын ұйымдастыруда тиімді болып табылады. Яғни бұл бағдарлама барысында оқушылардың білім деңгейін тексеріп анықтау, оқу сапасының мониторингін жүргізу өте қажеттілікті талап етеді. Осы мақсатта жаңағындай әр бөлімнің соңында бағалау жүзеге асырылып отырады. Бағдарламаның өзектілігі бұл тереңдетілген білім беру, логикалық және сыни ойлауды дамыту, шығармашылық қабілеттерді арттыру, жоғары оқу орындарына дайындық жұмыстарын жүргізу, практикалық дағдыларды қалыптастыру, яғни мамандыққа бағдарлау бұл басты бағдарламаның өзектілігі болып табылады. Міндеті, яғни мектеп бағдарламасынан өзгеше, яғни сабақталған білімдеріне жаңа бағыт-бағдар беріп отыру, оқушылардың әрі кең көлемде, әрі терең физикалық білім алуына жағдай жасау, оқушылардың физикалық білімдерін тереңдету, оқушыларды өз беттерімен терең ойлауға үйрету, оқушылардың қосымша физикалық әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру. Жалпы физика есептерін шешудің жалпы заңдылықтары атты авторлық бағдарламада бағдарламаның жалпы заңдылықтары өзі 4 кезеңнен тұрады. Бұл есептің шартын түсінуінен кейін бірінші, яғни мәтінді мұқият оқып, есептің мәтінін толық оқып болып, жаңағы жердегі талаптарды анықтау қажет. Берілгені міндетті түрде есепте берілген шамаларды, мысалы физикалық шамалар, түрлі шамалар бар ғой, солардың өлшем бірліктерін білу керек. Сұралып отырған шаманы анықтау барысында, яғни
физикалық шаманы табуды талап ететін талап етуді нақтылау керек. Абсолют және салыстырмалы қателіктерді, яғни жуықтап есептеу заңдылықтарын, халықаралық бірліктер жүйесін міндетті түрде білу. Мазмұны курстың негізгі мазмұны бұл жалпы 10 сынып тақырыптар қамтылады, яғни 10 сыныпта өтілген барлық тақырыптар. Курс Қазақстан Республикасындағы білім берудің барлық деңгейіндегі мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты арқылы қарастырылған, яғни оқушылардың білуі керек. Бұл сапалық эксперименттік, виртуалды және барлық типтегі есептерді шешуді, физикалық есептердің қарапайым бағдарламаларын құрастыруды, графиктерді, электр тізбектерін, тербелмелі жүйелерді оқу және құру дағдыларын білу керек. Ұсынылған процестердегі физикалық сипаттарны анықтауды білуі керек. Жалпы сөзімді қорытындылайтын болсам, бұл бағдарлама тек академиялық білім беріп қана қоймай, оқушылардың аналитикалық ойлау, логикалық тұжырымдау және ғылыми зерттеу дағдыларын жетілдіреді. Менің бұл жердегі басты міндетім құбылыстарды түсінікті тілде жеткізу, оқушылардың өзіндік ізденісін арттыру және олардың жоғары деңгейдегі білім сайыстарына дайындау. Яғни алдағы уақытта бұл бағдарламаның көптеген талантты жасөспірімдердің ғылымға деген құлшынысын оятып, олардың болашақ жетістіктеріне бастау болатынына сенімдімін. Назарларыңызға рахмет. Жұбаныш Ғазиз апайдың несі көрінбей тұр ғой. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен Алматы қаласы Жетісу ауданы номер 143 Сүйінбай атындағы мектеп лицейінің математика пәнінің зерттеуші мұғалімі Себдаерова Ғазиза Манаповна. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы кеңістіктегі тікбұрышты координаталар жүйесі және векторлар тарауын жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша оқыту әдістемесі. Бағдарламаның негізгі мақсаты мен міндеті. Бұл бағдарлама оқушыға кеңістіктегі координаталық жүйені және векторларды терең меңгеруге көмектеседі. Бағдарлама барысында оқушылар теориялық білімді практикамен ұштастырып, инженерия, физика және компьютерлік графика салаларында қолдану дағдыларын қалыптастырады. Оқу процесі кезінде оқушыларға қойылатын оқушылардың мақсаттары мен міндеттері. Бірінші, кеңістіктегі координаталық жүйесін құрылымын түсіну, векторлық амалдарды меңгеру және қолдану, кеңістіктегі геометриялық есептерді шешу әдістерін дамыту, алынған білімді нақты есептерде қолдана білу. Міндеттері: векторлардың қасиеттерін оқып үйрену, векторлық және скалярлық көбейтіндіні есептеу, кеңістіктегі түзу мен жазықтық теңдеулерін құру және нүктелер арасындағы қашықтықты анықтау. Осы бағдарламаны аяқталған кезде оқушылардан күтілетін нәтиже: кеңістіктегі координаталар жүйесін еркін пайдалана алады, векторлық амалдарды орындап, олардың қасиеттерін түсінеді, түзулер мен жазықтықтардың теңдеулерін құра алады және нақты өмірде векторлық есептерді қолдана біледі. Осы бағдарлама кезінде қолданылған оқыту және бағалау әдістері:
түсіндірмелі әдіс, теориялық материалдарды визуалды түсіндіру, практикалық жаттығулар, векторлық есептерді шешу, компьютерлік модельдеу, геогебра, Python және MATLAB-ты қолдану, жобалық жұмыс, нақты есептерді шешу және талдау, бағалау әдістері, тест тапсырмалар, яғни теориялық білімді тексеру, практикалық есептер, векторлық амалдарды қолдану, жобалық жұмыстар, топтық немесе жеке зерттеу жобаларын орындау, қорытынды емтихан, кешенді тест және есептер беріледі. Осы векторлардың өмірде қолданылатын салалары, физика саласында мысалы күштер мен қозғалыстар сипаттау үшін, инженерия, құрылыста, механикада, компьютерлік графикада, мысалы 3G модельдеу және анимация кезінде осы векторлар қолданылады. Ғарыш және навигацияда траекторияларды есептеу үшін векторды қолданамыз. Бағдарламадағы оқытудың тиімді әдіс тәсілдері. Мұнда мұғалімнің басты мақсаты оқушыларға қажетті білім берумен шектелмей, алған білімін керек уақытында қолдана білуге үйрету. Осы мақсатта оқушыға дайын ақпаратты бермей, оны өз бетімен жұмыс істеуге, ізденуге үйрету қажет. Ол үшін әр ұстаз оқытуда білім берудің озық тәсілдерін қолдануы қажет. Осы орайда геометрия пәнін оқытуда жаңа әдіс тәсілдерді қолдану қарастырылуда. Бұл бағдарлама арқылы геометрия пәнін оқыту нәтижесінде оқушы қалай оқу керектігін үйреніп, ынтасы жоғары, өзіне сенімді, сыни көзқарасы жүйе дамыған, ақпараттық технологияларда құзырлық танытатын оқушы ретінде қалыптасуына көмектеседі. Бағалау, осы бағдарлама кезінде бағалау әдістерін алдында да жаңа тоқталдық. Қалыптастырушы бағалау, яғни ауызша сұрақтар мен қысқаша тестілер, жиынтық бағалау, тарау бойынша тест, шығармалық жұмыстарын алу, өзін-өзі бағалау. Осы әдістер арқылы бағалау жұмыстары жүргізіледі. Оқыту кезіндегі қолданылатын ресурстар мен құралдар, интерактивті тақта, компьютерлік бағдарламалар, геометриялық модельдер, құрастырылмалы конструкциялар, онлайн платформалар, яғни геогебра, десмос платформаларын қолданамыз. Енді өзімнің осы жұмысымды қорытындылай келе, бұл бағдарлама бойынша оқушылар жұмыс жасай отырып, есептерді шешу процесін едәуір жеңілдетуге және қысқартуға мүмкіндік алады. Және олардағы мектеп курсында да, жоғары оқу орындарында да математиканы жеңіл меңгеруге көмектеседі. Бұл бағдарлама кеңістіктегі геометрия мен векторлық есептеулерді толық меңгеруге мүмкіндік береді. Теория мен практиканың үйлесуі оқушылардың математикалық ойлауын дамытады. Қолданбалы есептер мен жобалар білімді өмірге қолдануға көмектеседі. Осымен өзімнің жұмысым туралы қысқаша таныстырылым аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Ержан ағай көрініп тұр ма? Жоқ. Бастай беріңіз ағай. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Аржыбек Ержан Сүлейменұлы, Жетісу ауданы номер 103-ші мектеп лицейінде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеймін. Санаттым зерттеуші. Менің элективті бағдарламам волейбол. Мақсаты: бірінші, оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып, спортқа деген талғамын тәрбиелеу.
Екінші, рухани дүниесін кеңейту, ақыл ойы мен спорттық сана сезімін дамытуға ықпал ету. Үшінші, командалық спорт ойындарының таралуына ықпал ету. Міндеттері: бірінші, оқушылардың қозғалыс әрекетін, шапшаңдық дағдысын қалыптастыру және жетілдіру. Екінші, командалық ойынға деген қызығушылығын дамыту. Үшінші, волейбол ойынының ережелерін саралау. Төртінші, командамен жұмыс жасауға үйрету. Жұмыстың ғылыми әдістемелік деңгейі: әлемдік деңгейде таралған спорт түрлерін меңгерген салауатты өмір салтын ұстанатын ұрпақ тәрбиелеуге назар аудару. Бағдарламаның ғылымылығы: волейбол оқушыларды ойын күрделілігімен жақынырақ таныстырып, олардың шапшаң қозғалысы мен жылдамдық ойлау шеберлігін шыңдау. Бағдарламаның бағыттылығы: спорттық этиканы қолдану, спорттық терминдерді дұрыс атау. Меңгерту жолдары: оқушыларды жан-жақты ізденуге бағыт беру, логикалық ойлауға үйрету, тәжірибеде қолдану. Ақпараттық әдістемелік бөлім: 7-8 сыныпқа арналған бағдарлама мазмұны 34 сағатты құрайды. Оның ішінде сағат саны алынған бағдарламаға сай тақырыпты қамтуға дәріс пен тәжірибелік сабақтарға арналған тәжірибелік жұмыста меңгерген тақырыптарға талдау жасап, ойын қорыту мақсатында волейбол ойынын ойнату да қарастырылған. Курстың басқалардан айырмашылығы: бірінші, оқушы командалық ойындардың тәжірибелік мәнін түсінеді. Екінші, теориялық білімін практикада қолдануға. Үшінші, оқушылардың қозғалыс әрекетін есептей отырып, волейбол ойынын ойнауға үйретеді. Бұл сабақта баланың тақырып бойынша алған білімі ескеріліп, білім деңгейі тереңдеп, командалық ойындарға деген қызығушылығы артады. Оқытуды ұйымдастыруға әдістемелік нұсқаулар: сабақты тартымды өткізуге мұғалім оқытудың әдіс тәсілдерін түрлендіріп, тақырыпқа байланысты әртүрлі көрнекіліктерді сөздік, көрнекілік заттық, көрнекілік сызбалық, көрнекілік суретті, түсіндірмелі көрнекіліктерді интерактивті тақтаны ғаламтор желісіндегі волейбол ойынның алаңның сызбасын пайдаланып, тақырыпқа байланысты өзгертіп отыру керек. Бірінші, шағын дәріс, үлкен тарау алдындағы кіріспе сабақтарда оқушыға жаңа сабақты түсіндіруде молынан қолданылады. Оқушыларды пікір алмасуға, ізденімпаздыққа, зерттеушілікке, командамен жұмыс жасауға баулиды. Екінші, сұрақ-жауап әңгімелесу, алдын ала тапсырма беру, талдау, зерттеу әдісі әр сабақ үстінде қысқа түрде қорытынды қайталау сабақтарында кеңінен пайдаланады. Үшінші, шағын диспут, дөңгелек үстел, шағын сөзталас, ойталқы өткізуге болады. Төртінші, өздік жұмыстарына түрлі пікір, ғылыми ізденіс жұмыстары, ой-толғаулар, шағын зерттеушілік жоба жұмыстары қорғалады. Командалық волейбол ойындары ойналады. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Қаншағай, бізде минуттар бітуге аз қалды ғой, енді тағы бір соңғы рет бір кіріп, қайтадан қосылсақ. Айдын ағай бастайды, сонымен өзде 4 мұғаліміміз қалды, сәл шыдамдылық танытсаңыздар.